Әйел саусақтарымен бетін ақырын тіркілей бастайды. Ол осылайша сот залындағы тұтқынға жасырын хабарлама жолдап жатқан еді. Сырт көзге ер адам мүлде сабырлы болып көрінгенімен, іштей өзіне не айтылғанын бірден түсінді. Ол көзін сәл жыпылықтатып жауап қатады. Бұл белгіні әйел де бірден ұқты. Сот аяқталғаннан кейін ер адам өлім жазасына кесіледі. Алайда ешкімнің ойына да келмегені, дәл сол сәтте жұрттың көз алдында олар мінсіз қашу жоспарын құрып қойған еді. Кешке әйел ерекше белгісі бар қабырғаға жақындап, солдан оңға қарай үшінші кірпішті санап, жасырын механизмді іске қосты. Жасырын есіктің артында күтпеген жерден ер адамның жеке спорттық автокөлігі тұр. Ол сүйіктісінің көлігіне отырып, тау жолмен жоғары жылдамдықпен зулай жөнеледі. Көліктің жақындағанын сезгендей, қарапайым ғана көрінген жартас кенеттен қақпаға айналып, баяу ашыла бастады. Спорттық көлік ішке енеді. Онда ер адамның құпия базасы орналасқан еді. Өзіне айтылған құпия кодты есіне түсірген әйел комбинацияны дәлме-дәл енгізеді. Жасырын есік баяу жылжып ашылғанда, ішінде миллиондаған қолма-қол ақша бумалары жинаулы тұрды. Әйел оның бір бумасын алады. Содан кейін ол сонда жасырылған жұмбақ сыйықтықтарды тауып алды. Дәл осы сары жасыл дәрі-дәрмектер қашу жоспарында шешуші рөл атқаруы тиіс.